Үй жағдайында шашлык жасаймын деп шештім, бірақ еттің сіңірі көп екен. Әпкем осындай ет шығарып қойыпты. Енді жасап көрейін. Мына сіңірлерін бәрін алып тастау керек, мына пленкаларын. Етті мына сіңірлерінен тазартып болдым. Енді шашлык жасауға кірсем. Негізі қойдың етінен жасаймын дегенмін. Әпкем мына сиырдың етін шығарып қойыпты. Өйткені холодильникте бәрі аралас. Сонымен шатыстырып, мынау сиырдың етін шығарған ғой. Етті ұсақтап турадым. Өте ұсақ емес, орташа көлемде осындай етіп турап шықтым. Шашлыкты маринадтау үшін жуа және соевый соус қолданамын. Кішкентай жаңа алып шықтым. Қойдың құйрығы кеуіп қалған. Сонда қосып жерем. Айтпақшы, мынандай шашлыққа арналған үйде приправа бар екен, соны да қосам. Жуаның сөлін осылайша сығып шығарып араластырамын. Айтпақшы, ет тұздалған. Біз қазақ соғым сойғаннан кейін тұздаймыз. Бұл ауылдан беріп жүрген ет қой. Бірден тұздап беріп жүреді. Тұздалған ет, сондықтан тұз қоспаймын. Аздап приправа қосам және соевый соусты да аздап қосамын. Приправа мен соевый соусты көп қосып жерсем, өз тұздалған ет ащы болып кетеді және еттің дәмі шамалы кетіп қалады. Дегенімен тағы да приправа мен шамалы соевый соус қосып жерейін дедім. Шамалы ғана. Енді осы етті бірнеше сағатқа салқын жерге қоя тұрамын. Үш-төрт сағаттай өтті. Енді одан да артық қоя тұруға болар еді, бірақ тамақ ішкіміз кеп тұр. Шашлык деген соң, шашлыққа барынша ұқсатып жасайын дегенім ғой. Мынандай шпажканы және сушиға тапсырыс бергенде мынандай таяқшалар келеді ғой. Сол таяқшаларға етті өткізіп, барынша шашлыққа ұқсатып жасаймын. Духовканың ішіндегі сеткаға осылай қойып шықтым. Астына противенді қоямын. Негізі мен бұлай бірінші рет жасап жатырмын. Противенді еттің астына қойдым. Майы ақса сонда ағады. Менікі газ духовка болғандықтан ет жақсы піссін деп бетін жауып қояйын дедім. Айтпақшы, ет біраз піскен жоқ, сондықтан алдым да мынадай табаға салып, бетін жауып, қайта пісіре бастадым. Енді табаны сетканың үстіне қойып, яғни бірден оттың үстіне қойдым. Бас аяғы 1,5 сағаттың ішінде әйтеуір шашлығым пісіп шықты. Одан артық ұстайын десем, күйіп кете ме дедім. Айта кетейін, бұл сиырдың еті ұзақ піседі. Шашлык жасауға келіңкіремейді. Қойдың еті болғанда тез пісер еді. Қойдың еті сияқты аса жұмсақ болмаса да, енді піскен, дәмді. Келесі жолы міндетті түрде қойдың етінен жасау керек.
Мына майлар тәп-тәтті жұмсақ болып піскен екен. Мінекей біздің шашлығымыз. Жалпы үйде жасауға болады екен. Бәрімізге ас болсын.